Сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар? Hello dear students and welcome to my YouTube channel Жаннұр English. Менің Жаннұр English атты YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз have, has және there is, there are сөздерінің айырмашылықтарын үйренетін боламыз. Қарасаңыздар, олардың барлығы да қазақ тіліне бар деп аударылады. Яғни бір заттың бар екендігін білдіреді, бірақ ағылшын тілінде оларға бар деген сөзге арналған жеке-жеке 4 түрлі сөзі бар екен. Соны үйреніп алайық. Ал олай болса, біз have және has сөздерінің мағынасын және қолдану аясын үйреніп алайық. Егер сізге тиесілі бір заттың сізде бар екендігін айтқыңыз келсе, онда have сөзін қолданасыз. Мысалы, I have a laptop. Менің ноутбугым бар, немесе менде ноутбук бар. Енді қазақ тіліне 2 түрлі болып аударыла береді. Ал енді осы сөйлемді ашып, соның мағынасын үйреніп алайық. I деген мен, have менде бар. I have менде бар. A laptop ноутбук. I have a laptop менде ноутбук бар. Немесе менің ноутбугым бар. Келесі мысал, I have a bag. Менде сөмке бар. Немесе менің сөмкем бар. I мен have бар. I have менде бар. A bag сөмке. I have a bag. Менің сөмкем бар. Немесе менде сөмке бар. Жақсы, біз қолға ұстай алатын заттың сізде бар екендігін айтуды үйрендік. Яғни қандай да бір зат, мысалы ноутбукты сіз қолға ұстай аласыз, сөмкенде қолға ұстай аласыз. Ал енді have сонымен қатар, егер сізде қандай да бір жеріңіз ауырып тұрса, сізде қандай да бір аурудың бар екендігін айтқыңыз келсе, сол кезде де қолданылады. Мысалы, I have a headache. Менің басым ауырып тұр. Бірақ егер сөйлемді тура аударатын болсақ, қазір көреміз. I мен have менде бар a headache. Head деген бас, ache деген яғни ауру. Headache менде бас ауруы бар деп аударылады, егер тура аударатын болсақ, бірақ мағынасымен аударған кезде ол әрине менің басым ауырып тұр. Соны көрдіңіздер ғой, ағылшын тілінде сөйлем құраудың кішкене реті бөлек. Сондықтан да бұны үйреніп алғандарыңыз дұрыс болар. Жақсы, келесі мысалға кезек берейік. I have a sore throat. Менің тамағым ауырып тұр. I мен have бар, менде бар. A sore, sore деген ол да бір ауырып тұрған деген сөз. Throat, тамақ. I have a sore throat. Менің тамағым ауырып тұр. Бірақ тура аударған кезде менде тамақ ауруы бар дейді. Бірақ біз оны қазақ тілінде олай айтамыз. Біз менің тамағым ауырып тұр деп айтамыз. I have a sore throat. Ал енді біз олар, сендер деген сөздермен де мысал келтірейік. You have a beautiful dress. Сенің әдемі көйлегің бар. You have, you, сен, have, бар, you have, сенде бар. A beautiful, әдемі, dress, көйлек. Сенің әдемі көйлегің бар. You have a beautiful dress. We have 1 hour. Біздің 1 сағатымыз бар. We, біз. Have, бізде бар. We have. 1 hour, сағат. We have 1 hour. Бізде 1 сағат бар. They have great ideas. Олардың тамаша идеялары бар. They, олар. Have, бар. They have. Оларда бар. Great деген тамаша. Idea. Idea деген идея. Ideas, идеялар. They have great ideas. Олардың тамаша идеялары бар. Біз have-ті үйрендік, енді has-ға кезек берейік. Бұл да have сияқты бір адамға тиесілі бір заттың бар екендігін айтқанда қолданылады. Тек олар he, she, it есімдіктерімен қолданылады. Has. He дегеніміз олды айтқандағы ол, және she қызды айтқандағы ол. It дегеніміз ол бір затты айтасыз ғой, мысалы мынау cup, мынау it болады. Бұл деген сөз, мынау деген сөз. Жақсы, мысал келтірейік. He has an expensive car. Оның қымбат көлігі бар. He, ол, әрине олды айтқандағы ол. Has, бар. He has, о да бар. An expensive, қымбат деген сөз. Car,
көлік. Оның қымбат көлігі бар. He has an expensive car. Енді sheға мысал келтірейік. She has a red t-shirt. She, ол, қыз. Has, бар. She has, ода бар. A red. Red деген қызыл түс. T-shirt. T-shirt деген футболка. Мен G-де киіп отырмын. She has a red t-shirt. Ол қызда қызыл футболка бар. Енді итқа мысал келтірейік. It has a battery. Мұның қуаты бар, немесе мұның батарейкасы бар. It has, мұның бар, бұда бар. A battery. Батарейка немесе қуат. Сонымен қатар have, has етістіктері адамның түр келбетін сипаттаған кезде де қолданылады. Мысалы, I have a long hair. Менің шашым ұзын деп аударамыз, бірақ тура аударатын болсақ, I have, менде бар, a long, ұзын, hair, шаш. Менде ұзын шаш бар, тура аударғанда. Бірақ мағынасы менің шашым ұзын деген сөз. You have beautiful eyes. Сенің көздерің әдемі. You, сен, have, бар, beautiful, әдемі, eyes, көздер. Сенің көзің әдемі. Тура аударғанда, сенде әдемі көздер бар. He has strong arms. Оның қолдары мықты. He, ол, he has, ода бар, strong деген, мықты деген сөз. Arms, қолдар. Келесі, she has white teeth. Оның тістері әппақ. She has, ода бар, ол қызда бар. White, ақ. Teeth, tooth деген бір ғана тіс. Ал teeth болса, ол тістер. Оның тістері әппақ. She has white teeth. Оның тістері әппақ. Соңғысы, they have a small size. Олардың өлшемдері кішкентай. They, олар, they have, оларда бар, a small, кішкентай, size, өлшем. Олардың өлшемдері кішкентай. Сонымен түсініп алдық, я? Have, has етістіктері сізде және басқа да адамдарда олардың өздеріне тиесілі бір заттың бар екендігін айтқан кезде қолданылатын сөздер. Және заттан басқа адамдардың түр келбетін сипаттаған кезде де қолданылады. Have, has етістіктері. Жақсы, енді there is және there are сөздерінің айырмашылықтарын үйреніп алайық. There is қандай да бір ғана заттың және бір жерде бар екендігін білдіреді. Мысалы, there is an apple on the table. Үстелдің үстінде алма бар. There is, бар, an apple, алма, on деген үстінде деген сөз, on the table, үстел. Үстелдің үстінде алма бар. There is an apple on the table. Келесі мысал, there is a bag on the chair. Орындықтың үстінде сөмке бар. There is, бар, a bag, сөмке, on деген үстінде, the chair, орындық. There is a bag on the chair. Орындықтың үстінде сөмке бар. Ал енді осы сөйлемді сұраулы сөйлемге түрлендіру үшін біз there is деген сөздің ішіндегі is-ді there-ның алдына қоямыз. Мысалы, is there an apple on the table? Үстелдің үстінде алма бар ма? Is there, бар ма, an apple, алма on the table? Үстелдің үстінде. Егер бар болса, жауабы yes, there is. Егер жоқ болатын болса алма үстелдің үстінде, онда no, there is not. There is дейді және жанына not деген сөз қосылады. No, there is not. Екінші сөйлемімізді де сұраулы сөйлемге айландырайық. Is there a bag on the chair? Is there, бар ма, a bag, сөмке, on the chair, орындықтың үстінде. Бар болса yes, there is. Жоқ болса no, there is not.
Жоқ. Ал енді where'ға көшейік. Where деген сөз бір жерде бірнеше заттың бар екендігін айтқан кезде қолданылады. Мысалы, there are 2 apples on the table. Үстелдің үстінде 2 алма бар. There are бар 2 apples, 2 алма on the table. Үстелдің үстінде. Екінші мысал келтірейік. There are 4 bags on the chair. Орындықтың үстінде 4 сөмке бар. Ал енді жаңағы сөйлемді сұраулы сөйлемге түрлендіру үшін there деген сөздің асын there-ның алдына қоямыз. Are there. Мысалы, are there 2 apples on the table? Үстелдің үстінде 2 алма бар ма? Екінші мысал, are there 4 bags on the chair? Орындықтың үстінде 4 сөмке бар ма? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сіздер have, has және there is, there are сөздерінің айырмашылықтарын және қолдану аясын білесіздер. Егер сабақ сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, оған міндетті түрде лайк басыңыздар, себебі лайк көп болған сайын менде көп сабақтар шығаруға мотивация болады. Егер осы сияқты қандай да бір тақырыпты түсінбей жатсаңыз, оның барлығын астына пікір ретінде жазып қойыңыздар. Келесі сабақтардың барлығын мен сіздердің пікірлеріңізге қарап отырып жасайтын боламын. Және алдағы уақытта арнаға шығып тұратын осы сияқты сабақтарды жіберіп алмас үшін астындағы қызыл түйме бар ғой, сонда басып қойыңыздар, арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Және жанындағы қоңырау бар ғой, сонда басып қойыңыздар. Оны басатын болсаңыздар, мен арнаға жаңа сабақ салам ғой, сол кезде тұрың, о, Жаннұр, жаңа сабақ салды, барып тез үйреніп алыңдар деп айтып тұратын болады. Сондықтан да арнаға міндетті түрде жазып қойыңыздар. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. In this, our lesson came to the end. See you in the next video. Bye!